Алматыда жұмысшы мамандығын насихаттауға арналған Жас Skills қалалық байқауы басталды. Оған жоғары сынып оқушылар қатысып жатыр. Болашақта туризм және қонақ үй индустриясы, мейрамхана бизнесінде жұмыс істеп немесе автомеханик болғысы келетін оқушылар бақ сынауда. Толығырақ тілші материалында. Жас Skills қалалық байқауынан ниет білдіргендер аз емес. Әр колледжге 20-ға жуық оқушы жиналып үздік атанбақ. Мысалы, Ангелина Бараникова болашақта кондитер болғысы келеді екен. Бұл колледжде анам білім алған. Мен де осы колледжді таңдап отырмын. Осы жарыста барлық шеберлігімді көрсетіп, жеңімпаз атанып, тегін білім алғым келеді. Болашақта кондитер болуды, өзімнің тәттілерімді пісіруді армандаймын. Былтыр Алматыға 2 миллионнан астам турист келген. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 12%-ке көп. Шетелдік саяхатшылардың да қатары артып келеді. Жыл соңына дейін 7 қонақ үй пайдалануға беріледі. Демек, туризм саласымен байланысты жұмысшы мамандықтарға сұраныс көбейеді. Біздің мақсатымыз жұмысшы мамандығын дәріптеу, және де осы кәсіптік техникалық білімнің мәртебесін өсіру. Мұнда да жас мектеп оқушылар арасында мамандық таңдауда өздері келіп көріп, дұрыс қадамға, дұрыс жаңа таңдауға баратындай болып, ары қарата да үлкен жетістіктерге жетуіне мүмкіндік береді деген ойдамыз. Бүгінгі тапсырма ремеңгеріміз шешуді, 5-ші скорості бұзылды. Ал Алматы автомеханика колледжіне келген оқушылар қозғалтқыштың белдігін ауыстырып, беріліс қорабының 5-ші сатысын ашып жарысты. Алматыда машина көп, бірақ дипломы бар, шеберлер аз. Жас Skills байқауы білікті механиктердің қатарын арттыруға септігін тигізеді дейді ұйымдастырушылар. Автокөлік өндірісі бойынша, бағыт-бағдар бойынша оқытылады. Автокөлікті жөндеу және қызмет көрсету. Және де мына токарлық іс және дәнекерлі ісі қалыптасқан. Өйткені осы мамандықтан бәрі автокөлікті дайындау кезеңде орын табылады. Мамандық таңдау маңызды. Оқушы өзінің қызығушылығын ғана емес, қабілетіне де сүйену керек. Балаларға кәсіптік бағдар беруге арналған байқау 30 сәуірге дейін жалғасады. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, 24 KZ, Алматыдан.